Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін капуста салаттың ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта да бұдан да басқа түрлі рецептерді салып отыратын боламын. Сондықтан менің арнама подписаться батырмасын басып келіп кетуді ұмытпаңыз. Енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Бізге капуста салат үшін ең бірінші капуста керек болады. Менде осындай үлкен капуста, сондықтан мен бұның жартысын ғана пайдаланамын. Ең алдымен әрине капустаның сыртқы қабатын аршып, 1-2 қабатын тазалап аласыздар, және де бір жуып алып, өзімізге керекті формаға турайтын боламыз. Капуста салаты болғандықтан капусталарымыз әдемі көріну үшін біз кішкене үлкенірек 4-бұрышты формада турайтын боламыз. Бұл салаттың дайындалу жолы да өте оңай. Құрамына да көп зат кетпейді, тек капуста, сәбіз және де дәмдеуіштеріңіз болса болды. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын 4-бұрышты етіп турап алдым, өзіме керекті мөлшерде. Ал енді сәбіздерімізді үкіштің көмегімен ұзынша етіп үкіштен өткізіп аламыз. Мен 3 үлкен сәбіз пайдаландым. Менде көріп тұрғандарыңыздай кішкене сәбіз көбірек. Егер сіздер сәбіздің көп болғанын қаламасаңыз, 1-1,5 сәбіз пайдалансаңыздар жеткілікті. Және де сәбізбен капустаны бір үлкен ыдысқа салып, ешқандай қолыңыздың көмегімен күшпен мыжғыламай, жай ғана бір араластырып алсаңыз жеткілікті. Мыжғылаудың керегі жоқ. Арасында осындай жабысып қалған капусталарыңыз болса, бір-бірінен бөліп ажыратып алыңыз. Және де осы араласқан сәбіз бен капустаға бір үлкен ас қасықпен тұзымызды салып, тұзымызды жақсылап араласқанша араластырып, бетін жауып жарты сағатқа қойып қоясыз. Сонда біздің капустамыз бен сәбізіміз кішкене өліп, құрамындағы сулары бөлініп шығатын болады. Міне біздің капустамыз бен сәбізіміз жарты сағат тұрды. Байқасаңыздар, міне суы бөлініп шыққан. Қолыңызбен мыжғылаудың ешқандай қажеті жоқ. Себебі қолыңызбен мыжғылайтын болсаңыз, сәбіздеріңізді майдалап, ұсақтап бөліп алатыныңыз мүмкін. Бөлініп алған суды бізге керек емес, себебі бұны сіз салатыңызға араластыра беретін болсаң, тұзы ащы болып кетуі мүмкін. Сондықтан бөлек тұзға құйып алып тастауыңыз керек. Енді салатымыздың үстіне үлкен ас қасық пен 2 ас қасық қант саламыз, және 1 үлкен ас қасық паприка саламыз. Менде паприканың ашты түрі, сондықтан мен ашты болу үшін қара бұрыш ешқандай нәрсе қосып жатқан жоқпын. Егер сіздер ашты болғанын қаласаңыздар, паприкаларыңыз ашты түрі болмаса, қара бұрыш немесе қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Және де салатқа арналған кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Мен сәбіз салатына арналған дәмдеуіш қостым. Енді осындай сұйық майымызды қатты қайнап тұрған күйінде, міндетті түрде ыстық күйінде құямыз, және осы салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Салатқа өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген зеленнің түрін пайдалансаңыз болады. Мен аскөкті пайдаландым. Ендігі кезекте жарты шай қасық уксусымызды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Уксусты байқасаңыздар, жарты шай қасық қана қостым. Одан көп қосып жібермеңіздер, себебі уксустың дәмі шығып, иісі шығып тұратын болады.
Салатымызға ең соңында 2 зубчик чесногымызды ұсақтап турап салатын боламыз. Сонымен салатымыз дайын. Барлығын жақсылап араластырып дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Майымызды ыстықтай құйғандықтан салатыңыз кішкене жылы болуы мүмкін, сондықтан 1-2 сағат алдын дайындап қойсаңыз тіптен жақсы. Өздеріңіз видео барысында көргендей салаттың жасалу жолы өте оңай, құрамына да көп зат кетпейді. Сіздер жасап көріңіз, дәмі деген өте керемет шығады. Және менің де еңбегімді бағалап, қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қосып, арнама тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз.